Жалпы мен кішкентай кезімде бақшаға барғым келмейтін. Жылайтын кәдімгідей, садикке бармай, 5 жасына бармай қойдым, 6 жасына бармай қойдым. Сосын мама айтады, сен ата-анам уже өгіз болдың ғой, үлкен жігіт болдың, сен бару керек мектепке деп, мен 7 жасында мектепке әрең барған баламын. Мектепте жалпы көбісі енді бастауышта жақсы оқып жатады ғой. Бастауышта енді барлығы күшті оқиды ғой. Бірақ менде уже бастауышта проблема болған. Көркем жазудан. Ең қызығы, мектеп маған ұнайтын, бірақ ең проблема басталды менде, укол салу болды ғой бізде. Жылына бір рет салатын, ол кезде міндеттейтін, бәрімізге прививка салатын. Мен сол кезде қашатынмын. Қыздарым бәрі мені мазақтайтын. Есенов деп, апай келе жатыр десе қашатынмын. Бір жылдай укол салдырмай мектеп деген кезде мен сондай бір бастауышта есімде еді, солай бір онша емес сезім болды. Бастауышта оқып жүрген кезде мектепте маған ең қатты дұрыс емес әсер еткен бір нәрсе айтайын. Бізде 4-ші класста бөліп бастады. 5-ші сыныпта жақсы оқитындар, жаман оқитындар деп. Мен А классында оқитынмын. Өкініштісі мені сол Б ма В классына ауыстырмақшы болды. Бірақ мен шешем өзі мұғалім болғандықтан барып, не себепті деп мұғалімдермен сөйлесіп, кішкене разборка жасап, мен сол сыныпта қалдырды. Сөйтіп мен А классында просто қалып кеткен едім. А классында енді ілініп салынып оқыдым. Мектеп, мен қарапайым мектепте оқығам Таразда. Өзім бәрі біледі ғой, Кирова деген район бар. Өте бұзық балалар оқитын мектеп болатын, 26-ші мектеп, сол мектепте оқыдым. Мектепте оқып жүрген кезде мен қатты бір мақсат бар деп айтпайтын. Бәріміздің арманымыз 9-ші сыныптан колледжге түсіп еді. Өйткені білесіздер, жақсы оқитындар барлығы 11-ші класты бітіріп шығады. Онша емес оқитындар, желаниясы жоқтардың барлығы ОБД тапсыра алмайды деп 9-ші класстан бізге мотивация беретін, 9-ші класстан кетіңдер деп. Неге екенін білмеймін, бір 5-ші класстан бастап біз сондай басымызды қалыптасты, 9-ші класстан колледжге барамыз деп. Туысқандар айтатын, сен колледжге барсаң саған жетеді, саған болады деген секілді. Шыны керек, маған адамдар қатты сенбейтін, маған фокус қоймайтын. Көңіл болады ғой, бір кейбір балалар болды ғой, бір кішкентай кезінде оқыған кезде бәрі көңіл бөледі, содан бір нәрсе күтеді ғой. Мені бір қатты үміт артты деп ойламаймын. Айтатын, сен колледжге барсаң саған болады деп. Содан кейін 9-ші класста келген кезде менде 8-ші класста ойлана бастадым. Және де бір достарым бар еді, 1-2 жақсы оқитын. Давай дайындалып колледжге түсейік дейтін. Тараз қаласында бір колледж бар еді, өте күшті колледж. Сол колледжге дайындалып түсейік деп маған ұсыныс тастаған болатын. Менде мотивация болды. Кәдімгідей есімді жинап 9-ші класста мені жаз бойы дайындалып, сол колледжге түсіп кеттім. Мені құтқарған сол 9-ші класстан кейін мектептен кетуге тура келді. Мен мектепте оқыған кезде мен есімде музыка апай жақсы көретінмін, еңбек жақсы көретін. Мен жаңа халява сабақты жақсы көретін, өйткені ол жақта сұрамайтын ғой. Орыс тілі, химия дегендер мен қатты қорқатынмын, шаршататын ол мұғалімдер мені. Мүмкін оларды мен шаршатқан шығармын, бірақ осы пәндер маған ұнамайтын. Физика деген пәндер ұнамайтын. Өйткені мен шынымен де өзім кішкентай кезімнен еркін өскен бала болғандықтан, творчество бала болғандықтан, маған бір үй тапсырма орындау, міндеттісің деген нәрсе кішкентай кезден бастап мен регламентте шаршататын. Өте еркін өскен баламын, өте еркін өскен. Сосын осы жерде мен әкеме, шешеме алғыс айтқым келеді. Мен өте еркін өсірген үшін. Өйткені кішкентай кезімде үйдің бәрін декор жасайтынмын, сыртта болсын, іште болсын, маған көп запреттер қоймайтын. Ол нәрсе маған қатты көмектесті. Кейін кәсіп ашқан кезде де нестандартын ойлауға, мектепте оқыған кезде мен бір нәрсе ұмытып кеттім. Ең басты нәрсе мен жұмысқа салатын, аямай. Мен кәдімгідей жұмысқа салатын. Мен есімде 1-ші сыныптан бастап мен сұрамайтын. Мені жаз айында кәдімгі 3 айға ауылға жіберетін. Әлбек уақытылы тамағын ішсе болды депші, бұл жұмысшыларды жібереді ғой. Тамағын берсеңдер болды деп. Солай мені меркеге жіберетін. Мен үнемі меркеге барып, сол жаз айларында жұмыс жасайтынмын. Кішкентай кезде мал бағатым. Сол кезде мен есімде мен атам баратын, атам аяғым атқа жетпейтін. Азына мінгізіп жіберетін атқа мені. Кешке бірақ түсетімін да. Соншалықты үзеңгіге аяғым жетпейтін. Бірақ сөйтіп кішкентай кезімде мен мал қарайтынмын, шөп таситынмын. Ол маған қатты көмектесті. Кейін әке шешем мен енді кейін 8-ші классқа 7-ші сыныпқа келген кезде банка жабатын бірге. Мусор шығаратынмын. Бүкіл мен есімде өмірі бақи мұндағы деймін, 18 жасқа дейін, колледжге түскенше дейін үнемі полды мен жуатымын. Пол жуу, шкаф қозғау, крем тазалаудың бәрін мен істететін. Өйткені біз 2 адам болғаннан кейін әпкем болды, мен болдым. Сол үшін ауыр нәрсені қыздар істемесін деп. Болады ғой, көбінесе бізде қазақ қоғамында байқаймын. Жалғыз бала деп, 4 ұл болса да бір қызға жүктеліп қойды. Қыздар көбінесе қара жұмыс істейді ғой. Бізде керісінше. Қызды өйткені бір қыз бір ұл болғандықтан жұмыс конкретно 2-ге бөліп беретін. Бүкіл ауыр жұмыстардың бәрін мен жасайтынмын. Бағана айтқан жұмыстардың барлығын. Сол кезде мен кішкентай кезден бастап мен эгом сындыры. Мен ата-анама сол үшін ризамын да.
Өйткені кәдімгі ыдыс-аяқ жуатынмын, тамақ дайындайтынмын. Сол кезде кішкентай кезімде ораза ұстап бастағанмын, 7-ші класста қателеспесем. Сол кезде азан ұстап таңғы ас дайындайтынмын. Мені мақтап қоятын. Еще ең қызығы, мен көрпеше жинайтын, мен мақтап. Әпкем айтады, сен күшті жинайсың депші. И көрпешенің бәрі мақтанатынмды, бәрін қайтадан төгіп, көрпешені жинайтын, неге дейінші, төбеге дейін. Ұнайтын маған. И оны не айтып жатырмын, біреу ойлауы мүмкін, бұл нәрсе не қатысы бар, бірақ өте маңызды екен. Кішкентай кезде баланы еңбекке балы өсірсе, бала капец. Өскен кезде бар ғой, бір нәрсе алғаннан кейін соңынан апарады. Бір нәрсе бастады ма, ештеңе отвлекаться етпейді. Бір нәрсе болса, адам до конца соңына дейін берекесін шығаруды үйренеді. И сол үшін де ойлаймын, мүмкін біз 14 жыл болды ғой, бір НТ-мен, бір мектеппен 14 жыл біз әлі келе жатырмыз да. Неге? Өйткені ата-ана кішкентай кезде бір нәрсе соңынан апаруды, фокус қоюды үйретті маған. Сол үшін мен өте ата-анама ризамын. Сол мектепті бітіргеннен кейін мен колледжге түсіп кеттім. Мектепте қызық, мектепте енді жақында бізде жиындар болды ғой, түлектер шақырып тұрады. Сол кезде енді мен суретін іліп қойып мектепте, үздік түлек деп, енді кішігірім бір спонсор болып тұрам мектепке. Сол кезде айтады маған, мұғалімдер ашық айтады, қазір мұғалімдер бір көбісі пенсия кетіп қалған, бірақ жартысы қалған, жақында барған кезде былтыр саған сенбейтінбіз дейді. Именно Есенов Әлібекті бір дұрыс адам болады деп ойламайтынбыз дейді. Бірақ қызық жері дейді, ешқашан сенбеген адам дейді, білімі жоқ деп есептеген жігіт дейді, ешқашан оқымаған, дұрыс сабағын оқымаған адам біліммен айналысып мектеп ашқандығы ол қатты адамды таң қалдырды дейді. Сондықтан мұғалімдер қазір маған айтады үнемі. Бұдан кейін дейді, біз ешкімге адам болмайсың, мынандай болмайсың айтуды қойдық дейді. Не себепті? Өйткені адам болмайды деген адам реально адам болды дейді. И бұған дейін айтуға ұялатынмын бұл нәрсені. Өйткені всегда өзімде бір болады ғой, жақсы оқыған секілді бүкіл подкастта қарасаңыздар, мен өмір бақи андай бір мектеп туралы айтпай айтамын. Өйткені мен историям бәрі мектептен кейін басталған ғой, success story'дің барлығы. А мектеп кезінде дұрыс емес сезімдер қалғаннан кейін мектеп көзіме көбінесе жасыратынмын да. Бірақ қазір енді адамдар ойында қатты тәуелді емеспін, сол үшін бір ашық бөліскім келіп тұр да. Мектепте мен историям сондай болған едім. Сосын колледжге түстім. Колледж бітіргеннен кейін әдеттегідей универге тапсырғым келді. Бірақ өкінішке орай ол кезде бізде бір семьялық бір жағдайларыма байланысты мен түсе алмайтын болдым. Одан бөлек болашақ жабылып қалды. 2011 жылы мен ойладым, енді тіпті хотя бы КБТУ-ға түсетін шығармын деп. И КБТУ-ға да түспей қалдым. Сосын Назарбаев университеті ашылды 10 жылы. Мен как раз 2011-де бітірдім, Назарбаевқа тапсырдым. Бірақ сыңарлы ойлау дейміз ғой, критический мышление. Мен соны таңдап едім, бірақ өтпей қалдым. Физика таңдау керек еді. Сыныпта 25 балдан екеуі ғана түсті. Енді ол ақталу емес, бірақ жалпы солай болды. Сөйтіп Назарбаевқа да түспей қалдым. Айтамын ғой, сұмырай кетсе су құриды деп өзіме қатты ренжідім да, не үшін жолым болмай кетті деп. Ең соңғы үміт менде ЕНТ-дің ұбт. Ол кезде бізде орыс тілі жоқ, 77 балл алдым 100-ден. Ол маған қатты ауыр тиді. Өйткені мен колледжде лидер болғанмын да, андай. Қара жорға билейтінмін, өлең айтатынмын, жігіт сұлтанға қатысатынмын, үнемі пікірімді айтып қалған болады ғой. Кез келген жерде мен ойым маңызды деп өзімді капец маңызды санайтынмын. Өйткені тәрбие солай өскен ғой. 3-пен оқысам да маған маңызды емес, кез келген жерде мен ойым маңызды деп ойлайтынмын. Бірақ колледж оқыған кезде ол мен қатты сындырды. 77 балаған кезде мен қатты ауыр тиді. Өйткені неге? Таразда қалуға мәжбүр болдым. Сәтбаевқа бір онша емес бір мамандыққа түсуге болатын еді, бір атуға түсуге болатын еді, бірақ мен оқығым келген жоқ. Ол түсіндім, оқып бітіргеннен кейін бәрібір ол біреудің обалына қалам, бәрібір ол қанша мың адам грантта оқиды, бірақ бәрібір де мамандыққа жұмыс істемейді. Сосын мен IELTS ашқым келді. British Council Interpress білесіздер ғой. Сол Interpresспен мен келісімдер жүргіздім. Сөйтіп Тараз қаласына франшиза алып Interpressке балаларды IELTS тапсыратын центрді Тараз ашқым келді. Бірақ олар қателеспесем 11 жылы $38,000 ма сұрады менде. Ол кезде менде 38,000 теңге жоқ еді. Сол үміт үзілді. Айтады ғой, білетін істесең, білмегенді Құдай үйретеді дейді ғой. Жолға шықсаң, жол өзі апарады дейді да. Бұл өте маңызды екен. Сөйтіп университет жайында қалды. Сосын ой келді, не істесем болады деген. И мен бәрібір өзім түсінетінмін да, андай. Бала оқытып, ата-ана Таразда байқасаңыздар, көп адамдар бізде Таразда батыстағыдай мұнай жоқ. Шымкенттегідей, андай Қызылорда жақтарда әртүрлі қазба байлықтары бар. Шымкентте адамдар пысықтау ғой. И жалпы байқасаңыз Өскемендегі, Қарағандыда барлық жақтарда заводтар бар, темалар көп та. И жалпы балалар сол жақта қалып қояды. Тараз, Жезқазған, Көкшетау сияқты қалаларда, Петропавл деген қалаларда балалардың мотивациясы Алматы Астанаға кету. Көп балалар. Неге? Өйткені қалада қалғысы келмейді. Сонымен ойлайтынмын, балаларды ұбт-ға дайындасам, бәрі Алматы Астанаға кеткісі келеді ғой. И осыдан жақсы мүмкіндік, жақсы пайда табуға болады. Ол кезде енді бір пайдалы болу, сауап деген ойланбайтын. Шынымды айтайын, ақша табу үшін аштым да. Өйткені ол кезде адам сауап жасайды, мүмкіндік басталған кезде ғой. Сөйтіп
2011 жылы ғимарат қарадым. Ғимарат ешкім бермейді. Өйткені не береді ғимарат? Ешқандай историяң жоқ, сен ешкім емессің, танымайды ешкім. Сөйтіп мен есімде әкем үлкен рахмет, Алла разы болсын, әкем екеуміз бірге аралап жүріп машинамен әртүрлі ғимараттар қарадық. Сөйтіп бір ғимарат таптық. Ескі ғимарат, туалеті далада, ішінде жылуы жоқ, отоплениясы жоқ, светі бар, тек қана қалған барлығы ештеңесі жоқ та. 2 бөлмелі автошкола таптық. Сол өзі 4 бөлме жалпы. Сол 2 бөлмесін біз арендаға алдық, есімде. 20 мың теңге ма, сондай бір 40 мың ба, 20 мың теңге. Сөйтіп ол кісімен келістік, түсіндіріп, аға өтініш деп, әр айдың 30 соңында төлейші арендан деп келістім. Үлкен рахмет, ол кісімен қатты құрметтеймін. Аты Тимур деген кісі. Ол кісімен қатты құрметтеймін, себепші болды. Өте маңызды адам мен үшін. Сөйтіп ол кісі мүмкіндік берді. Сөйтіп ескі құсқы парталар болады ғой. Ол кезде ол кісі жоқ қой. Таныс тамырлардан сұрастырып, ескі парталар бар, мектептерде сносқа кетіп жатқан. Ауыр парталар бар. Орындығымен бірге жабысып қалған. 2012 жыл түлектерін біледі. Орындығымен бірге парта жабысып қалған. Сондай парталарды алып келдік. Сөйтіп оқушылардан оплата жинап, есімде сентябрьдің 7-сі ма, 8-і болған. Таразда мектептерде аралап жүрмін. Оқушыларым ренжіп жатыр да. Айтады, сіз визитка таратып жүрсіз, бала жинап жатсыз, бірақ әлі аренда зданияны жоқ дейді. Здания жоқ менде. Визитка тұр. 120 орталықта орналасқан деп тұр да. Адрес жоқ, орталықта орналасқан. Тараз кішкентай ғой, бүкіл жер орталық. Сөйтіп сентябрьдің 15-інде здание таптық қой. Оған оқушының бәрін жинап, сөйтіп кішкентай 2 бөлмеден бастаған етіміз. Адамда мотивация болса, адам ештеңе көрмейді ғой. Мысалы, допустим, біреудің баласы мысалы құлады да, басы жарылды. Ол больницаға алып баратыр да. Жолда оны біреу қысты, ол біреу боқтайды, да? Жол бермей қойды, ол ешкім мән бермейді ғой. Ол біреу басын бір ұрса мән бермейді. Неге? Өйткені оның мақсаты баланы больницаға жеткізу. Менде де сондай болды. Мотивация мектеп ашу ғой. Сол үшін мен андайларға мән бермейдімін. Mesela пол жуатымын, туалетін тазалайтымын, жеркенбей. Балалардың барлығы мысалы да андай кешке таман алып қалып, болады балалар артын шашып кетеді, арттарын жинайтымын. Еш нәрсе мен намыс көрмейтімін. Неге? Өйткені сенде мотивация болса, ешкім сөзіне, ойына, еш нәрсеге тәуелді болмайсың. Сөйтіп 2011 жылы солай басталған едім. Ит қуса дарбазадан секіріп кетесің ғой. Айтады ғой, аю қуса не болатынын білмеймін да. Иттен қорқып болады ғой, кәдімгі иттен қорыққан кезде кішкентай секіріп кетесің ғой. Сол секілді менде бір мотивация болды да. Неге? Өйткені дұрыс өнерге түспедім, дұрыс балды жинай алмадым, Назарбаев университетке түсе алмай қалдым. Енді тек жұмыс жасау керек. 120 сөйтіп енді тәй басып ашқан кезде басында мұғалімдер болған жоқ. Балаларға пломбир мороженое таратып беретінмін. Бар ғой мына кішкентай стаканчик мороженое. 20-25 теңге тұратын. Балалар бүгін мороженое жеу күн деп. Балалар бүгін демалу күн деп. Балалар ренжитін, неге күнеге кайф болып кетті, демалыс қашан сабақ бастайсыз деп айта алмайсың балаларға мұғалім жоқ деп. Ең басында есімде мен ойлаймын да мен маркетинг түсінеді екенмін деп. Балалардың бәріне парақ таратып бердім, A4 парақ. Қай мұғалімдер көргің келеді бізде? Бізде мұғалім көп, бірақ таңдау үшін сендер өздерің маған жазып беріңдер деп балаларды мәлімет жинадым. Енді мұғалім жоқ деп айтпайсың ғой балаларға. Қазір жасыратын түгі жоқ қой. Сөйтіп балаларға A4 таратып бердім. Бәрін телефон жинап алатым ол кезде, телефон рұқсат бердім. Бәрі маған жазып берді. Күшті мұғалімдерді Таразда жинап берді. Сол мұғалімдер номер тұр ғой менде. Сол балаларды маған жазып бергеннен кейін әрқайсысымен жеке сөйлесіп, оларға жалынып, мен есімде мен Күлпан апай бар еді, біз биолог 45-тен, мен Күлпан апайды почти 1,5-2 жылдай тасығам мектебінен. Айтады, мен саған келмеймін деп. Таксимен келмейтін, керек болсам өзім алып кет дейтін. Кейбір мұғалімдердің балаларын садиктен алып кететінмін. Кейбір апайлар кішкентай бөпесі болғандықтан декретте енді мен көп ақша төлей алмаймын ғой. Декретте бәрі отырғандықтан маған шығыңыз апай деп, мен оған кішкене көп төлей алмаймын. Оларды окей дейді, декретте отырғаннан кейін балаларын қарап беретінбіз да. Бүкіл мұғалімдерге ыңғайласатынбыз. Эго деген нәрсе жоқ етін да. Осы ойлаймын да, эго болмағаннан. Ең үлкен мотивация мен оқушы едім. Өйткені әртүрлі ауылдан келген балалар, ашық енді балалар олар ренжімейтін шығар. 94-95 тұрған ең алғаш түлектерім. Әлсіз балалар келді да маған. Өйткені енді жаңадан пайда болып жатқан курс қой, кішкентай курспыз. Сол кезде балалар келген кезде мен оларды көремін ғой көзінен ше. Бар ақшасын береді. Мысалы, ата-анасы бір таксовать етеді, пол жуады, қара жұмыс істейді. Мысалы, оңай емес басқа қалада жұмыс істейді. Кейбіреулер мысалда жалғызбасты ана, жалғызбасты әке, инвалидность дейді ғой. Кейбір мүгедектігін төлейді де, соны көрген кезде болады ғой. Ана ақшаның аурулығын сезетінмін. Енді Құдайдан қорқасың ғой бәрі, ертең біз бәрі бұл үшін жауап беремін деп, имендегі мотивация ана балалардың обалына қалмайын. Олар грантқа түсіріп берейін. Неге? Өйткені ол балалардың көбісіне мектеп сенбейтін, ата-анасы сенбейтін. Ата-ана кәдімгі айтатын. Грант емес, ол проходной бала алса, мен саған мұрынды кесіп берейін деп айтатын да ата-аналардың көбісі. Именде мотивация болады. Андай ғой, біреуге көрсету, доказать ету жақсы нәрсе емес еді негізі. Бірақ оның пайдасы да бар негізі. Ата-анаға доказать етем, балалардың өздері мықты екендігін көрсетемін деу арқылы
И балаларды құдайға шүкір да кіші университетке түсемін деген менде мотивация болды. И сол үшін де мен ментор болатынмын. Мұғалім жоқ болса мұғаліммен салғыласпай орнына кіре салатынмын. Жұбаныш деген кітап баратын, соны сұрайтынмын. Қай пән мұғалім жоқ, соған кіретінмін ғой. И балалармен бірге есімде шын кітаппен бірге мен дайындалатынмын өзімде. Өйткені балалар сұрақ сұраса білмеймін деп тұрмайсың ғой. И сол үшін ұялып қалмас үшін мен өзімде кәдімгі 5 пәннен дайындалатынмын. Не үшін? Балалармен бір деңгейде болайын деп. И сосын пол жуатынмын. Балаларыма көмектесетін, ешкім маған күлмейтін, намыс көрмейтінмін да, өйткені істейтін ешкім жоқ қой. Ешкімге сенбейсің. Сол үшін по-любому сен өзің істейсің. Менен бір тақуа болғаннан болады ғой, бір иманды болғаннан деп ойламаймын. Просто ол кезде істейтін ешкім болған жоқ, сол үшін істедім да. Ата егер тақуа болғаннан болса, мен қазір де пол жуатын едім ғой анда-санда. Сол үшін қазір сол үшін ол солай. Мен қызық жері, әкеме өте ризамын. Басын әкем айтты, оқыса, ел қатары, Алматы Астанаға бар деп, бізде ВК бар етін. И ВК-дан да қатты танымал, популярный бізде агент етін. И агентте мен невидимка өтіп кеттім. Өйткені барлығы түсіп жатыр да. КБТУ, КИМЭП, Малайзияға түсті, шетелге жан-жақ кетіп жатыр. И онша емес балалар, оқушылардың өздері мен сыныбымда. И мен жақсы колледж жоққаннан кейін балалардың бәрі мықты болды да. Реально сапалы балалар, андай білімді балалар. Ең онша еместердің өздері Сатпаевқа түсті, СДУ-ға түсті, Евразийскийға түсті да. А мен ешқандай жерге түспегеннен кейін енді сұрайды ғой барлығы. И невидимка болдым да. Агент сөйлесе алмай қалдым көбісімен. ВК-да сурет сала алмаймын, мақтана алмаймын. Бәрі Алматы Астана кетіп жатыр. Имам ол ауыр тиді. Достарым бәрі кетіп қалды. Болды бір жалғызсырап қалып, бір жетім бала сияқты болды, бір айдалада өзің қалып қалған сияқты. Бірақ мен түсінетін, ішімде бір нәрсе бар етін да. Вот сол Аллаға сансыз шүкір, бір сезім бар етін. Мен 4-5 жыл жұмыс істеймін қазір. Болды бір от души дейді ғой, бір ешек сияқты жұмыс істеймін. Бірақ кейін қызығын көремін деген сезім болатын. Қатты сенетімін. И реально сол нәрсе болды 4-5 жылдан біз берекесін көрдік сол курстарымыздың. Сөйтіп әкеме ризамын. Әкем оқы, елден қалма, оқыбасай депші. Мен сені жеткіземін, уайымдама деп. Әкем үлкен, рахмет. Өйткені как раз сол оның алдында менің мамам қайтыс болды. Әпкем тұрмысқа шықты. Мен әкем оңай болған жоқ. Өйткені оңай емес қой, қанша жыл жүрген жарынан ажырап қалды. Әкем ол кезде мен 45 етін, жап жас қой, мысалы 45-тегі адам, мысалы әйелі қайтыс болды да, оңай емес. Әпкем ұзатылды, жалғыз өзім қалдым. Әкем айтады, мен сені жеткіземін, уайымдама деп. Бірақ әкем рахмет, мені қолдады. Әкем айтты, кәсіпкер болғым келеді. Ол айтады, мен кәсіпкер емеспін. Біздің кәсіпкер жоқ. Қайдан кәсіпкер боласың, балам дегенде ше. Түсінемін, амбициям күшті, бірақ балам мен болады ғой, бір сандала бермеші дейді ғой. Бір сөз айтқан кезде ше. Сандырақтай бермеші балам. Болады, күшті болады, бірақ оқыш бәрібір деген сияқты айтады да. Бірақ сонда көндірдім әкемді, түсіндіріп айттым, әке, давайте 1-2 жыл көрейін, болмаса келіп оқып алам. И әкеме рахмет, мені қолдады. И сөйтіп басталған болатын. Бірге ғимарат тауып, әкеміз, мен вообще респект. Именно мені еркін тәрбиелеген үшін, бетімді қақпаған үшін мен үлкен алғысымды айтамын. Күшті садикке берген жоқ мен, мысалы садикке барған да жоқ мен. Күшті мектепке берген жоқ, қосымша курсқа берген жоқ та. Ол кезде бізде ниша жоқ етін. КТЛ-ға түсетін мүмкіндік болған жоқ, өйткені білім болған жоқ менде. Бірақ ең главный нәрсе берді маған. Негізі мынау емес, мынау ғой. Мына созақпен кішкентай, мынаны айтқым келді, мынандай нәрсе берді, еркіндік берді маған. Еркіндік қалай? Мен көп ойнайтынмын. Қаңғырып жүрдім, үнемі далада жүрдім, 9-10-ға дейін. Көп ауылға жіберетін еркін да, ол маңызды, көкжиегіміз кең болады. Неге? Мысалы мен жақында Кореяға бардым да. Сұрақ қойдым да, не себепті Кореяда барлығы көзілдірік тағады, очки тағады? Жалпы Корея өте кішкентай ел болғандықтан, бүкіл ғимараттар, бүкіл заттар, адамдардың барлығы жанында жүргендіктен, адамдар кішкентай кезден бастап жақын көреді екен бәрін. А менің есімде де, мен кішкентай кезімде ауылда өстім ғой. Біз не үшін әлі күнге көзілдірік тақпаймыз да, не үшін айдаладан көреміз? Өйткені біз кішкентай кезімізден, кейін бір кісі түсіндіріп берді, кішкентай кезімізден бастап, біз анау алыста атты көреміз. Алыстан ата бір автобус өтсе, автобусты көріп тұрамыз ба, қандай автобус екенше, күтіп отырсақ қой, біреу келіп қалам екен, қонақ келіп қалам екен деп. Есімде алыстағы қойларды тауып алатынбыз. Алыстағы малшыны танитынбыз да. Алыста бір көлік келе жатса, соны көретінбіз. Кішкентай кезден бастап біздің көзіміз, радиусымыз ұзақта қарайды да. И сондықтан да мен ойлаймын да, бұл өте маңызды. И бизнесте де біз сол үшін кішкентай кезден бастап андай көкжиек өйткені мысалы өзім бір курс ашып жатырмын ғой. И сол жыл мотивация беретін әріптестерге, әріптестер айтатын, аға бірінші отопление қойып алсаңызшы депші, бірінші нормальный туалет істеп алыңызшы ішке деп айтатын да, мен мотивация беретін. Кейін же 1-2 ментор ала бастадым ғой жұмысқа, сол кезде айтатын, біз скоро самолетпен келеміз, головной офис болады бізде, қазақ самолет мектептері болады, шетелде ашамыз дейтін. Сол кезде оларға айтатын да енді, сенгендей болады, бірақ іштерінен ойлаймын да енді, сказка деп ойлайтын шығар депші. Бірақ сол нәрсеге біз жеттік қой.
Сондықтан да ойлаймын да бұл өте маңызды, кішкентай кезден бастап баланың көкжиегі кең болу керек. И өзім де қазір осыны айта кетейінші, балаларым мектепке барады ғой, екі ақ нәрсе сұраймын мұғалімдерден. Біріншісі көп ойнатыңыздар деймін, екіншісі махаббат беріңіздер деймін. Мысалы мен үлкен ұлым мектебінде академик тұрғыдан қарайтын болсақ 25 баланың ішінде 20-22 болып тұрады тізім бойынша. Мен баламнан бірақ сұраймын да, сыныпта қаншасысыз деп сұрасам, Алихан үнемі айтады, біріншімін дейді. Жаңа күдікпен айтпайды, прям былай айтады, мен біріншімін дейді. Қатты сенеді бірінші екендігіне. Мұғалімдер сол сезімді берген да. Енді елдер айтады ғой, эгосы көтеріп кетеді деп. Жоқ, көтерілмейді эго. Ол эго деген кейін 7-ші, 8-ші класста өтірік айтқан кезде басталады да. Бастауышта ол әсер етпейді, керісінше балаға махаббат көп берілу керек. И сол үшін мен өте ризамын. Махаббат енді әке-шешем қолынан кейін берді. Мектепте қатты алдым деп айта алмаймын. Бірақ еркіндік берді маған. Еркіндік өте маңызды екен. Біз 2011-ден бастап курс жасадық қой. Жыл сайын курс жасадық. 2011, 13, 15, 16 жылдар ой келді. Уже курс дәуи бастады. Сөйтіп Қазақстан бүкіл қалаларында біз кішігірім курстар ашып бастадық. Шымкенттен Петропавлға дейін, Өскеменнен Ақтауға дейін. Жалпы Қазақстан бойынша 25 жерде курсымыз болды. 16, 17, 18 курстар жасады, бірақ кейін түсіндік, курс көбейіп бастады. Болады ғой. Кез келген темада, кез келген бизнесте аспанға ұшасың, өмірі ұшпайсың ғой. Сосын бір қалыпта жүресің, сосын либо ары қарай көтересің, немесе ары қарай төмендеу басталады да. Бізде құлдырау басталды. Неге? Өйткені курста көбейіп бастады. Мұғалімдер екінің бірі репетиторсы үйден ашып бастады. Мұғалімдер біздің конкуренттеріміз бола бастады. Мен түсіндім. Курста тұрақсыз бала кіреді, шығады, тұрақсыз ғой. Түске дейін мектепке барады, түске дейін бізден келеді. Бала шаршайды. Осының бәрін ескере келе, курс көбейіп бара жатыр, мектеп болса кішкене тұрақты болады. Адамдардың да көзқарасы өзгереді, кішкене серьезно болады, мектеп болған аздан кешкен бір жерде оқиды. Сол үшін 19 жылы біз мектеп ашуды жөн санадық. Өйткені ерте ме кеш пе біреу ашады, ең бірінші біз бастайық деп сол идея содан пайда болды. Екіншіден, жекеменшік мектеп деген кезде Алматы, Астанаға еске түседі. Тек ақшасы барлар ғана оқи алады деп ойлайды адамдар. Сол үміт сыйлау болды. Мектеп ашатын болсақ, біздің байқасаңыздар, бізде фишка Алматы, Астана емес. Көбісі Алматы, Астана, Атырау ғана мектеп ашады. Бізде ондай емес. Керісінше бұлғалар емес. Біз Астанада жоқпыз ғой, бүгінге мектебіміз жоқ, Атырауда мектебіміз жоқ. Тек Алматы мектебіміз бар, 2 мектебіміз. Не үшін бізде региондар ашқымыз келді? Жекеменшік мектеп деген түсініктер бүкіл региондар бергіміз келді. Сөйтіп біз 10-11 класстардың бәрін қолымызда әбден үйренгенбіз ғой. Барлығы таңғалады, 17 мектептердің бар, қандай керемет күштіріп. Әрине шүкір керемет, бірақ бір нәрсе ұмытпау керек. Біздің айналысқанымызға 14 жыл болды. Мектеп ашып бұрын біз футзалда 8 жыл футбол ойнадық. Біз 19 жыл ғана үлкен залға шықтық. Бірінші рет футбол ойнадық. 8 жыл бойы біз кішкентай спорт залда футбол ойнадық. Яғни 8 жыл біз дайындалдық мектеп ашу үшін. Сол 17 мектепке таңғалатын түгі жоқ. Ол дегеніміз 14 жыл 17 мектеп, в принципе, нормально. Одан кейін 19 жыл мектеп ашып бастадық. И жақсы жүріп бастады. Бірақ маған ауыр тиді. Маған өте ауыр тиді. Өйткені ең бірінші жылы біз енді 6000 квадрат таразы ең үлкен ғимарат алғандықтан мен ойладым. Ол кезде курста бізде бір 800 бала оқиды. 820 бір өте прям аузы мұрны тығылып өте көп бала оқитын. Ойладым бір 400 бала бірінші жылға келеді деп. Бірақ бірінші жылға біз бала жинай алмадық. Есімде сентябрь басталған кезде бір 38 ба 40 бала шықты. Мен басында түсінбей қалдым енді мектеп. Сөйтіп адамдар бәрі сенеді да, давай мектеп ашыңыздар еді ата-ана, біз сізге сенеміз дейді. Бірақ шын мәнінде мектеп ашқан кезде по факту адамдар ойланады екен. Бұл жеке меншік жабылып қалатын шығар, кеше ғана ашылды ғой, 1-2 жыл істесін, сосын береміз деген секілді. И 38 ба 40 баладан басталды ғой мектеп. Бағы бітірген кезде 126 бала бітірді, сөйтіп жыл ішінде бала жиналды ғой. Сөйтіп басталды. Содан кейін жай өсіп мектеп дами бастады. И қараңыздар, мен бір жалпы даму барысымызды айта кетейін, қызық нәрсе. 2011 жылы Құдайдың қалауымен курс аз болғандықтан біз курс бастадық. И кейін курсты түсіндік, уже шыңына жеткен секілді курстар уже Қазақстанда уже болашағы жоқ деп біз ой келді. Мектеп аштық 19-шы хай-скул. Ең алғашқы хай-скул аштық Қазақстан бойынша, Құдайға шүкір. Сосын ең үлкен сет қылып бастадық. Бүкіл Тараз қаласын шектелмеу керек, бүкіл Қазақстан ашу керек деген ой пайда болды, бүкіл Қазақстан ашып бастадық. Одан кейін енді хай-скулдар мектептер көбейді ғой. Хай-скулдар көбейгеннен кейін біз ой пайда болды, тек 10-11-де оқытпайық. Конкуренттердің ерекшелігіміз болсын, және баланы тәрбиелеу үшін 2 жыл аз. Дұрыс тәрбие бере алмайсың. 5-ші сыныптан оқытып бастадық. И одан кейінгі 5-ші сатымыз бізде. Неге біз тек қана ұбт-мен шектелеміз? Неге тек қана ұбт 13 жыл бойы? Басқа да тақырып болу керек қой. Басқа да деңгей балалар шығару керек деген мақсатпен IB-ға өттік қазір. IB мектебі
Алматыда мектебіміз IB-ға өтті. Халықаралық бакалавриат. Қазақстан бойынша жалпы түсінік болу үшін 8 мектептің ішінде 8-ақ мектеп IB. Бұл қаншалықты маңызды екенін түсіндіріп жатырмын да. Біз қазір IB-ға өтіп жатырмыз. Бұл дегеніміз жетістік та бізде. Енді қазір IB мектеп көбейсе, біздегі мақсат, может, балабақша ашамыз, университет ашамыз деген сияқты мақсаттарымыз бар болашақта. 125-те мен үнемі айтамын, біздің құндылықтарымыз деп. 14 жыл айтып келе жатырмын. Ол банально болуы мүмкін, бірақ өзімізді құнсыздандырмау керекпіз. Бұл өте маңызды. Мен үнемі командам бөлсем. Біріншісі, біздің 125-тегі оқушыларымыздың, түлектеріміздің, оқып жатқан балалардың, тек 11-ші сынып емес, барлық балалар, ең біріншісі, жерге қоқыс тастамай, түкірмесе, очередте күте алса, өте маңызды. Үшіншісі, ата-анасына, бала-шағасына зекімей, көңіл бөліп, болады ғой, әйеліне қол көтермей, әке-шешесіне жаман нәрсе жасамай, әке-шешесі бауырларына, балаларына дұрыс қараса. И төртіншісі, спортпен айналысып, өскен кезде ешкімге қол жаймай, біреуге ақша бермей, тәуелсіз балалар болған қалаймыз. И бесіншісі, мен үнемі қыздарға, балаларға айтам, бәсекеге қабілетті, жан-жақта жетілген, сапалы адам тәрбиелеу. Сапалы адам деген кім? Спортпен айналысатын, үнемі кітап оқитын, өзін жетілдіретін, жан-жақта тәуелсіз адамдар тәрбиелеу. Жалпы мен сапалы деген сөз көп қолданып байқайсыздар ма? Сапалы деп айтамын да. Айтқан кезде бірақ қой, сапалы деп айтамын да. Сапалы адам деген сөз қолданамын. Көбісі түсінбей қалады. Неге ол сөз қолданасыз дейді да? Өйткені мен уже қанымда бар да. Бірақ сөзбен айтшы, Әлібек миссияны десе, сапалы адам деп айтамын. Созбай бір сөзбен айтса, сапалы адам. Сапалы адам деген бағана айтқан адам ғой. Ертең просто көптің бірі емес, шынымен де сапасы бар, өзін нақты не қалайтынын білетін, жан-жақта жетілген, ешкімге жалтақтамайтын, біреуге пара беріп жұмысқа тұрмайтын, тәуелсіз, өзінің қадір-қасиетін білетін адамдар тәрбиелеу. Сол үшін де біз Таразда бастауыш мектеп аштық қой, 1-6 сыныптар. Сөзін ашығы керек, мектептер енді 17 мектеп болғаннан бәрі енді керемет деп сырттан сол көрінуі мүмкін ғой. Бірақ бізде кейбір мектептер бар, 3 жыл болды, табысы жоқ мектептер бар. Тек қана шығын. Бірақ біз оған қарамаймыз, егер табыс деп қарайтын болсақ, бұл да миссия, құндылық. Егер біз кәдімгі бизнес деп қарап, салған ақшамызды 2 жылда, 5 жылда шығарып алу керек деп қарайтын болсақ, ода береке болмайды. Мысалы, бір мектебіміз бар, Алматы қаласында қазір IB алып жатырмыз ғой. Сол жерде өткенде мен ақылдасып жатырмын да, әріптестерге түсіндіріп жатырмын. Ол жақта мен күтетін ожиданиям 8-10 жылдан кейін нәтиже алсақ, мен қуаныштымын деп айттым. Бұл не деген сөз? Мен 10 жылдан кейін осы IB-ні алған қызығын көріп, сол кезде балалар, сол біз күткендегі IB-дегі балалар сапалы болып шыққан кезде 10 жылдан кейін маған окей. 10 жыл күтуге дайынмын. Түсіндіре алдым ба? Білім деген бұл құрылыс емес. Білім деген бұл ЖК соғу емес. Білім деген бұл ақшаны кіргізін шығарды емес. Өйткені әртүрлі кісімен сөйлесем ғой. Білімге ақша салыңыз, мектеп соғайық деген кезде айтып жатады көбісі. Ұзақ ақша қой деп. Түсінемін, ұзақ ақша. Бірақ егер қысқа ақша қарайтын болсаң, білім ол кісілер үшін емес. Сондықтан да мен білімге басқаша қараймын. Бір мектеп, біз енді 17 мектеп болғаннан кейін бір жауып отыр ғой. Ал егер жеке-жеке әрқайсысы өзін жап дейтін болсақ, біздің мүмкін жарты мектебіміз жабылып қалатын еді. Өйткені өз-өзін асырай алмайтын мектептер бар бізде. Жартысы солай почти да. Бірақ біз үміт бар. Бұл мектеп түбінде қазір қатты абырой көтеріледі, продукттың сапасы күшейеді. Құр енді мен жүріп жатқан жоқпыз ғой, біз 5-ші сыныптан бастап оқытып жатырмыз. Және де бұрындар біз 5 пәнге көп көңіл бөлетінбіз. Ал біз қазір 21 пәннің бәрін оқытамыз. 21 пән оқытқаннан кейін, 5-ші сыныптан оқытқаннан кейін, бала 7 жыл бізде оқиды ғой. Ол туысқаны келеді, іні қарындастар келеді, и болашақта мектебімізде үлкейіп, табыстар жақсы болады деген менде сенім бар. Сондықтан да мен 3-4 жылдық проект деп қарамаймын. Мектептерге сол біздің құндылығымыз. Сосын бізде өте маңызды, бізде андай балалар бар, водителі бар балалар бар, өз заттарын көтермейтін балалар бар, үйінде тіпті мусор шығармайтын балалар бар. Болады ғой, ата-анасына көмектеспеген, айфоннан ауыр зат көтермеген балалар бар. Мен жүрген жерін үнемі айтамын. Біріншіден балалар ұстаздармен үнемі амандасуы, өз-өзін тәрбиелеуі, қанша крутой болса да, бәрін телефондарын жинап аламыз. iPad, пафос бір нәрсеге рұқсат бермейміз. Сосын бар бол бір көлікпен жарысу, бір машинамен келу сабаққа деген секілді, бір Пандорамен, айфондармен, Дайсондармен, білмеймін, бір қазір бір трендті нәрселер бар ғой. Сондаймен ауруға біз мүмкіндік бермейміз балаларға. Бізге реально білім іздеген балалар. Неге? Өйткені көп тәртіпсіз балалар оқитын болса, біз бәрін жинай берсек, біз іріктеп аламыз ғой. Академиялық білімге қарамаймыз.
оларды 1 жылда 3 жылда 5 жылда адам болуға болады. Бірақ баланың тәртібі дұрыс болмаса, эгосы өсіп кеткен болса, ата анасын тыңдамайтын балалар болатын болса, и плюс бұның бәрі проблема жоқ, тәрбиелейсің. Плюс ең проблема жағдайы жақсы жоқ деген сөзді түсінбейтін балалар бар ғой. Вот осы балалар біз қабылдамауға тырысамыз. Не себепті? Өйткені бізге соңғы ақшасын беріп, жүрегімізге сеніп, үміт етіп, адам боламын, грантқа түсемін дейтін балалар келеді да, и соларға кедергі болады. Сол үшін біз сразу сентябрьде договор бар бізде. Доп соглашение жасағанбыз, сол жерде барлық жазылған. Форма, қай жағдайда оқудан шығарамыз, барлығын сразу беруге келісіп аламыз, мектепке кірмей тұрған кезде. Бұл өте маңызды. И мен әлі күнге мектеп өзім аралаймын, мектеп аралаған кезде үнемі айтамын. Оны барлығы біледі, оны түсінікті. Ол болады тек бір видеоға түскен кезде болады ғой, бір бізді құндылық мынандай деп нерабочий модель айтып жатқан жоқпын да. Ол бір әдемі әңгіме айтып, по факту мектептеріміз басқаша болып жатса, ол жаман нәрсе да. Сондықтан да мен уже жүрген жерімде айтамын. Ең бірінші әріптестер қабылдаған кезде де, жұмыстан шығарар кезде де, мен қатты мән беретін нәрсем, ең бірінші құндылықты, миссияны сақтамаған кезде. Кез келген әріптесті, кез келген оқушыны тәрбиелеп болуға болады. Бірақ профессионал болып, миссияны сақтамаса, осы адамдар негізі өте опасны болады. Сол үшін мен үшін маңызды миссияны сақтауы. Әріптесінде, мұғалімде и құрылтайшында. Мен өзімнен балық басынан шірейді дейді ғой, мен өзімнен бастау керекпін. Сол үшін үнемі әлі күнге үнемі айтып жүремін. И сол үшін де мен операционкада 14 жыл бойы мен процестің ішіндемін. Процестен ұзамаймын. Неге мен процестен ұзап кететін болсам, миссиямыз бұзылады деген менде уайым бар. Шынымды айтайын. Неге? Өйткені басында енді бір өзің бастағаннан кейін өзің баланс сияқты қарайсың ғой. И кейін бұл нәрсе бір коммерция, бизнес болып, басқаша болып кеткенін қаламаймын. Сондықтан мен пока өзім бар кезде, Құдай ұзақ өмір берсін, өзім миссиямыздың бұзылғанын қаламаймын. Сол үшін жүрген жерде миссиямды үнемі айтып жүремін. Кез келген подкаст, YouTube-та, мысалда, стористан байқасаңыздар, кез келген жерде сөз сөйлеген кезде ең бірінші осы миссиядан бастаймын ғой. Кез келген жерде сұрамаса да айта беремін. Айтқым келіп тұрады, бұл маңызды өйткені. Біз Тараз қаласында ашып бастадық қой. Содан кейін ой келді. Неге басқа қалада ашып басқа деп? Өйткені Сәтбаев деген кішкентай бар. Сәтбаев Жезқазғаннан, Астанадан оқушылар келіп бастады. Есімде Ботина деген кісі ғой, не? Иә, есімде. Мамасы өте активный етін, Ботина деген есімде. Сол кісі баласын берген Астанадан. Күшті мотивация болды, түрткі болды негізі 19 жыл бізге. Сонда ой пайда болды, басқа қаланы ашу керек. Неге? Өйткені біз түсіндік. Біз енді оңтүстікте движение көп қой. Тараз, әсіресе Шымкент, Қызылорда өте пысық қой адамдар. Кейін түсіндік, біз бүкіл региондар ашу керекпіз, дамыту керекпіз. Өйткені бұл мектеп темасы Таразда жүріп жатса, Тараздың экономика жағдайы мәз деп айта алмайсыз. Жалпы Тараз дотациялық облыс болып есептеледі. Бірақ оған қарамастан балалар келіп бастады, өте көп бола бастады. Сосын ойладық, бүкіл регионда ашайық. Неге? Мен үшін челлендж болды. Тек біз Тараз жерде. Мен өзім жалпы максимайзер адам ғой. Галлапта да максимайзер менде алғашқы 5-ке кіреді. Сол командамен ақылдастық, сөйтіп бүкіл қалаларды ашып бастадық. Өте күшті, керемет болды. Бірақ анда бәрін идеальный айтпау керек. Бізде фейлдар да бар. Фейл болды, бізде 3-4 мектеп жабылған жерлеріміз болды. Ең фейлдің көкесі Ташкент болды бізге. Біз бүкіл Қазақстанда аштық, признание, стористар, барлығы керемет, командаңыз күшті, Әлеке сіз мықтысыз деп, мен кәдімгідей өзімді шынымен мықты сезіндім. Мен өзімді реально мықтымын деп ойладым. Сыртқа былай, жоқ, енді Аллаға шүкір, Құдай көмектесіп жатыр деп айтасың, бірақ реально айтайыншы, бірақ іштей андай болды, депші. Мойындау керек қой. Мен негізі депші, красавчикпін деген ой болды да. Сөйтіп біз сол мотивациямен Дубайда, анаяқта, мынаяқта бүкіл әлемді ашамыз деген ой пайда болды. Сөйтіп Ташкенттен бастап көрейікші деп біз Ташкентке кірдік. Қысқаша айтайын, қызық. Ташкентке кірдік, сөйтіп рекламаны күшті жасадық. Уылдатып, Ташкентте енді тура солай Қазақстандағыдай Орта Азияда нереально популярность аламыз деп ойладық. Ташкентке кірдік, біздің қателігіміз болды. Ең үлкен қателік білесіздер ме не болды? Біз ол жерде қазақтарды өзіміз басқардық, дұрыс емес жасадық. Негізі өзбек ағайындарға беріп, басында кісілер өзбек кісілер қою керек еді да. Біз бүкіл нәрсені өзіміз жүрдік, сол дұрыс болды. Екіншіден, біз 125 high school брендті сол жаққа алып бардық. Біз Орта Азияда біз мойындау керекпіз. Бауырымыз деп айтамыз, бірақ негізі бірімізді қабылдамаймыз. Мысалы, ол жақта бір бренд кірсе, например, мысалы, Алматының бір бренді кірсе, Ташкентке жүреді. Бірақ ол қазақтардікі екенін білсе, жүрмей қалуы мүмкін. Мен енді айтпай ақ қояйын, қандай брендтер екен, дұрыс болады, бірақ өзім кейсімді айтайын, 125 high school дедік қой. Қазақтарды құрметтейді, біз Орта Азия доспыз, бауырымыз деп айтады, бірақ қазақша брендтерді бәрібір адамдар қабылдау қиын екен. Сосын бізге ой келді.
канадский немесе бір британиялық бір американдық мектептің брендін кіргізу керек едік деп ше. Кейін енді фейл болған емес, анализ жасаймыз ғой, не үшін фейл болды деп. Бірақ біз онымен құламаймыз, ол бірінші раунд қой. Бірінші кругте болмай қалды. Бірақ менде ниет бар, екінші круг жасаймыз деген. Сөйтіп Ташкентте 1 жыл жасап, жасамайтын болдықтан, жалпы айтады ғой, кез келген жұмыс бизнес романтика ұнатпайды. Бизнеске ғашық болып, махаббат болып, скоро күшті болып кетеді деген романтика болмайды. Өйткені романтика болса, Ташкент осы күн тұрса қазір, басқа мектептер біз жауып қоятын еді. Өйткені дотация алады, ақша алады басқа мектептерде. Сол үшін біз 1 жылдан кейін түсіндік, арғы алып кете алмайтындығымызды мойындадық. Кейін командамен ақылдастым. Давай фейлімізді айтайық депші, өгіз Инстаграм активно жүргізетін ғой. Сол команда айтты, ондайды айтуға болмайды депші. Тек қана жақсылығымды айта берейік деп. Маған рұқсат берген жоқ, негізінен бөліскім келген. Жасыратын несі бар, бәрі естіп жатыр ғой, бәрі де біледі. Сөйтіп Ташкентті жаптық, мебельдермен сатып сөйтіп Ташкенттен шықтық. Қолымыздан келген жоқ, анализ дұрыс жасаған жоқпыз. Мынау маңызды екен. Мынау не ғой, тіс шұқитын бар ғой, зубочистка секілді ғой, немесе садақ секілді. Садақты тартқан сайын, асықпай тартқан сайын, қатты тартқан сайын ұзақ қашады ғой. И біз Ташкентке садақты бүйтіп жібере салдық та, таппадық, дайындалмадық. Сол үшін мен түсіндім. Бізде қазір әлі де жоспарымыз бар, үміт бар, мен енді қайтқым келмейді. Көп жерде ашқымыз келеді мектеп. И садақты жібере салмай қатты тарту керек екен. Қолын ауыртады, қиып жібереді. Бірақ қолын үзіледі ау дегенде жүру керек та. И неғұрлым қатты тартсаң, соғұрлым ұзақ қашасың да. И сол нәрсені біз түсіндік. Жалпы 2010-да басталған кезде кез келген нәрсені берекесі болу үшін бөлісу керек. Ана бұлақ болады ғой. Төгілген сайын көбейеді, бұлақ астынан шығады. Бұлақ шеттері бітеліп қалса, ол жабылып қалады. Сол үшін өте маңызды, біз 2011 жылы бастаған кезде өзіміз кішкентай ақша тапсақ та, 2011 жылы ең алғашқы түлектерімізді біз есімде 3-4 адам болып, мектебімізден кішкене ақша бөліп, мектеп деген курс қой, бір курс. 60 квадраттық курс қой. Астана тур жасағанбыз балаларға. Сосын ата-аналарға тур жасайтынбыз. И әріптестерге көп ақша бөлетінбіз. 2010-нен бастап жыл сайын кішігірім Шымкент, Таразға тиіп тұр ғой, Шымкентке, Меркінің тауларына, Луговойға, Алматыға. Кейін уже 13-14 жылдар Алматы, Астана қалаларға шыға бастадық. Кейін 16 жылдары уже Түркияға сапарлар жасай бастадық. Әртүрлі жақын елдерге, Дубай, Түркия деген секілді. Неге маңызды? Өйткені біз мұғалімді құрметтеу керек деп аузымен айтамыз ғой. Бірақ бала аузымен айтқанға сенбейді ғой. Балаға не керек? Көзбен көретін нәрсе керек. И іштегі әріптестер еңсесін көтерейік. Оларға да мотивация болсын. Ментор болуға, тьютор болуға, іште мұғалім болуға мотивация болсын деп, біз 2011-ден бері жыл сайын сол нәрсе жасайтынбыз. И кейін ол қалыпты жағдай болып қалған шығар. Мысалы, былтырлары, мысалы, мен өзім барып қайттым. Былтыр ноябрьде барған кезде Дубайға бардық 43 мұғаліммен. Қатты таң қалдым. 43 мұғалім ішінде 35 мұғалімде паспорт болмаған екен. Өмірлерінде бірінші адамдар паспорт алды. Өмірлерінде шетелге бірінші рет шықты адамдар. И мен қатты әсер алдым. Неге? Өкінішке орай біз пендеміз ғой. Мен өзім жиі болатындықтан шетелге шығу қалыпты жағдай, барлық шетелде жүр деп ойлаймыз. А негізі мен мұғалімдермен сөйлесіп бірге барған кезде, мен сол үшін бірге бардым да, атмосфера бірге болдық, бірге қонақ үйде қалдық. Бастан аяғына болған кезде мен күшті мотивация алдым. Оның алдында Индияға барып қайтты. Жыл сайын бізде 40-50 адам шетелге барады. Сосын енді әріптестерге бір тағы да бір мотивация болсын деп, біз 2022 жылы үздік мұғалімге деп, тек қана бірақ қалада, тек бір мектепте, бүкіл қалада емес, бүкіл мұғалімдер жарысқан жоқ, бірақ мектепте, ол күшті мотивация ғой, 40 мұғалімшен бір мұғалім алады деп. И таң қалдық, мен ойладым, енді ағай ұтып алатын шығар ер адам деп. И жас апайымыз, жас қыз, 96 жылғы апайымыз биолог мұғаліміз ұтып алды. И ол күшті мотивация болды. Өйткені басында біз көлік қойған кезде көбісі қарсы келді бізге. Өйткені енді көлікті бағалау керек қой, оны бағалайтын директор, завуч. Енді әріптестер айтады да, көлік ұтатын болсақ біз де қатысқымыз келеді деген секілді. Көлікті бәрі ұтқысы келеді ғой. Завучтар мұғалім болғысы келіп кетті да. Сосын біз түсіндіріп айттық. Кез келген нәрсе басында болған кезде адамдар қарсы келеді да, бірақ кейін қабылдайды. Кезде біз тур жасаған кезде ата-аналар қарсы шығатын бізге. Балаға бір пицца береміз ғой, бір сапарларға апарамыз, ата-ана қарсы шығатын. Үнемі жаңа нәрсе адамға қарсылық қой. Сол үшін біз үлкен сыйлық қойған кезде көлік бәрі қарсы болды. Бірақ соңында бір жыл бойы машина ілініп тұрды ғой. И ол мұғалімдерге мотивация болды да. Сөйтіп ең бірінші көлік берген ниетіміз, биыл енді бұйырса пәтер береміз үздік оқушымызға. Біз жалпы бұны неге Тараз қаласына қойдық? Өйткені Тараз қаласы біздің
қара шаңырақ қой. Сол мектебімізде сол қара шаңырақтан бастайық көрілік деп ең алғашқы ұстаздарымыз сол жақта қойған болатынбыз. Бір жыл мотивация болды. Қызық жері, ана мұғалім ұтып алған кезде Кәмшат ханым, биология пәні мұғалімі, ешкімде претензия болған жоқ. Неге өйткені барлығы бәрі білді. Неге өйткені прозрачно саналды ғой, апта сайын олар көріп отыратын кім қаншасына келе жатқандығын. Сол кезде директорлар, завучтар, ол кезде бізде бүкіл Қазақстан мектеп бар еді ғой, барлығы келді ғой. Барлығы мұғалім болуға өздерінің желаниясы ашылды. Көбісі мұғалімдер ғой. Мұғалімге деген құрмет бәрімізде көтерілді. Неге? Өйткені аузымен айтқанша, бұл өте маңызды. Іштегі жүрген әріптестердің өздері мұғалімдіктің қадір қасиетін білсе де, капец қатты әсер етті ғой. Нереально әсер етті. Әсіресе оқушыларға, ата-аналарға. Бізде ондай болған жоқ, адамдар таңғалдырайық деген. Біз өзіміз таңғалдық ана реакцияны көріп. Қаншалықты мұғалімдердің қадір қасиеті көтерілді. Сол кезде біз риза болдық та. Қарайсың, бір Hyundai күшті Elantra. Оны құнсыздандыруға болмайды. Сіз өзіңізде де Elantra ғой. Бірақ бір көлік сонша адамдарға әсер етеді біз ойламадық. Сұмдық әсер етті ғой. Оқушыларға келетін болсақ, 125 деген, ОБТ-да 125 сұрақ болған ғой кезінде. Қазір 140 сұрақ. 125 бренд болғаннан кейін біз оны ребрендинг жасамадық. Бренд болып қалсын деп, 140 сұрақ, ертең 200 сұрақ болуы мүмкін. 125 деген кезде елдер 125 мектебі бізде ОБТ деп түсінік қалып кеткен. Негізі былай қарайтын болсақ, бізде 10-11 сынып оқытатын мектептеріміз бар. Бірақ 60% бізде 5-ші сыныптан 11-ші сыныпқа оқытамыз қазір. Біз ОБТ-дан жай кеткелі біраз уақыт болды. ОБТ-ға дайындап жатырмыз, бірақ 5-тен бастап оқытамыз. Оны неге айтып жатырмын? 125 деген кезде барлық басына ОБТ келеді. Ал негізі ОБТ-дан бөлек бізде қазір 5-ші, 9-ші сыныптың балалардың еңбектері өте көп. Мен мұғалімдерге ризамын. Мысалы айта кететін болсақ, ғылыми жобалар, робототехникадан өткенде Қазақстанды қанша жеңіп алды балалар. Дубайға барып келді, Түркияға барып келді, өткенде ақш-қа барып келді. Одан берек олимпиадаларға барып жатыр балалар. Британияға барды, Италияға барды, Түркияға барды. Олар да Америкаға барып келді. Өткен жыл қателеспесем, робототехника биыл барып келді. Бұл қаншама жетістіктер бар. Ғылыми жобалар, әртүрлі проекттар, балалар жобалар жасап жатыр. Сосын біз қазақ тілінде оқытамыз ғой балаларды. Бірақ оған қарамастан ағылшынша біз шетелден носительдер алып келгеннен кейін, шетелдік азаматтар, балаларымыз ағылшындары күштірі. Қазақ мектебі болса да, халықаралық мектеп болмасақ та, қаншама балалар қазір ақш-қа барып келіп, өте көп жетістіктер алып келіп жатыр. Мен қатты қуантады, солардың барлығы 5 пен 9 кластың балалар көбісі. 10-11-лер қаншама ғылыми жобалар алып келіп жатыр. Сондықтан да 125 деген ОБТ деп қабылдамау керек та. Қазіргі таңда көп жетістіктер бар. Сол үшін мен мұғалімдеріме, әріптестеріме барлығына ризашылығымды білдіремін. Өйткені қазір біз енді андай ғой, еті кіші болады ғой, етігін күшті жейін дейді, бірақ ол таргет жасамайды ғой, ол маркетинг жасамайды. Сол үшін 125-те мен ойлаймын да, мұғалімдерде көбісі сапалы мұғалімдер, күшті мұғалімдер шоу жасай алмайды, оны көрсете алмайды. Сондықтан да біз ойлаймын, жан-жақ айқайлап, біз андай ғой, біздің Facebook парақшамыз жоқ осы күнге қарасақ. Тек Instagram бар, әр қаланың өз аккаунттары бар. Неге? Өйткені ойлаймын, продукт жақсы болғаннан кейін, и так клиент келіп жатыр, қажеттілік болмағаннан шығар деп ойлаймын да. Сондықтан да бізде бұндай жетістіктеріміз өте көп. Көбінесе өкінішке орай енді ОБТ Қазақстанда көп адам ОБТ-мен ауырғаннан кейін, ОБТ-ның балаларымен жарысып кетеді ғой. Негізі ОБТ деген ол соңғы бір нәтиже ғой. Бірақ ОБТ-ға дейін ОБТ 20% көрсеткіш болса, мен сөйтіп ойлаймын. Бірақ ОБТ-ға дейін 80% көрсеткіштер бар. Адам болып қалыптасуы, баланың сапалы болып шығуы, білімнен бөлек тәрбие алуы, және бала әртүрлі hard skill, soft skill дейді ғой, әртүрлі қабілеттерін жинауы мектепте. Бұл өте маңызды. Ал ОБТ ол соңындағы бір көрсеткіш деп те айта алмайсың. Осының бір соңы деп айтсақ болады. Шынымды айтайын, маған қатты ұнайтындай нәрсе челлендж дейді ғой. Бір нәрседе жүрсем, сарғайып кетемін, шаршап қаламын. Мен операционщик адам емеспін. Мен операционға тез шаршап қаламын. Маған үнемі драйв ұнайды. Драйв. Бір 2-3 жылда бір кейс болмаса, бір жаңа левелға, жаңа деңгейге шығып тұрмасақ, мен шаршап қаламын. Проект болмағаннан шаршап қаламын. Сол үшін біз мектептерді дамыттық қой Қазақстан бойынша. Қызық жерін айтайын, бізге қонақтар келді. Сол кезде Бахрейннен келді, Дубайдан келді, Европа елдерден келді, әртүрлі сол кезде қонақтар келген кезде, есімде, сіз өзіңізде болдыңыз, Обутскоға барған кезде, сол үлкен кісі жасы 55-те, көзіне жас алдыра. Мен неге жылап тұрсыз, неге деген кезде, анда іштегі әріптестерім сөйлесті ғой. Мен таң қалдым дейді да. Мектептерім дейді, спорт залы жоқ дейді.
ішінде асханасы кішкентай дейді. Мектеп 1800 ба шаршы метр кішкентай. И балалар дейді да өте бақытты дейді. И біз мектепке келсеңіздер көресіздер дейді, бүкіл нәрсесі бар дейді, гольф клубқа дейін дейді, бар дейді. Бірақ балалар ондай бақытты жоқ дейді. И сол үшін дейді, осындай мүмкіндік балалардың шектеулі болса да, ондай инфраструктура болмаса да, балалар нереально бақытты ғой деп біздің мектепке қатты әсер алған. Өзіңіз есіңізде ғой, біз бірге барып едік қой. Сол Эмиратқа барған кезде шынымен мен көзім жетті. Мектептерін көрген кезде, университет көрген кезде дәу мектептер ғой. Бір қабатты, екі қабатты. Ішінде бүкіл спорт, күрес, бокс емес, хауыз емес, бассейн емес, одан бөлек атқа міну, гольф ойнау, үлкен теннис, барлығы қойып қойған ғой. Бірақ балалар бақытты емес. Сол қызық жер, одан біз 16-шы жылы Әділет аға екеуміз неге бардық қой? Жапонияға бардық. Жапонияда айтты ғой, бізде құлдыра болып жатыр дейді. Именно бізге шығыстың Орта Азия менталитеттері сендер керек дейді. Неге Японияны бүйтіп ашпайсыңдар еді? А бізде ойда самооценка жоқ қой, Япония десе бізде. Япония ойбай деп идеализировать етесің ғой. И сол кезде мен ой пайда болды. Болашақта Жапониядан кетіп қалмасақ та, бір жақын елдерден мектеп ашу бізде мақсатымыз бар. Не себепті? Өйткені маған бірнеше адам осы нәрсеге қатысты. Немістер айтқан кезде маған точкасы болды, потолок болды. Немістер айтқан кезде бізде мектепте барлығы күшті. Германияда білесіз ғой, жеке меншік мектептердің жағдайы мәз емес. Өйткені мемлекеттік мектептер өте сапалы білім береді. Күшті сапалы. А Дубайда керісінше 98% мектептер жеке меншік. Екі-ақ мектеп мемлекеттік. 2%. Қызық дилемма да, екі тұр. Сол кезде арабтардан бөлек немістер айтқан кезде жеке меншік мектептер сендер кімдей құндылық бізге де керек деген кезде мен қатты таң қалдым. О, құндылық деген не? Жас менторлардың, тьюторлардың жанын беріп, өтірік больничныйға шықпай, құдалығы жоқ, ауырмайды, сылтау айтпайды, керек болса сенбі жексенбі жұмысқа шығады. Сондай сапалы жас қыздардың, жас балалардың мықты мұғалімдерді көріп, олар нереаль мотивация алды. И сол нәрсе мен әлі күшімде бар, әлі ниетім бар. Кезінде Ташкентті ашып көрдік, болмады. Бірақ Ташкент болмаса басқа жақ болмайды деген сөз жоқ қой. Болашақта шетелдерде мектеп ашқымыз келеді. Және де мектеппен шектелгіміз келмейді. Менің мақсатым 1000-2000 мектеп ашу деген мақсат жоқ. Сапалы мектеп қанша күшім жетеді сонша ашу, бірақ параллельно болашақта біз колледж, мектеп ашқымыз келеді. Колледж, университет ашқымыз келеді. Өте маңызды. Өйткені педагогика, жалпы мектеп жетпейді дейді ғой болашақта. Мектептен бөлек мектептікі бәрі соғып жатыр, бірақ ешкім мұғалімі соғып жатқан жоқ. Сол үшін мен негізгі мақсатым бірі мұғалім соғу. Мұғалім соғу деген не? Мұғалімдерге жағдай жасау. Сол үшін болашақта біз қазір уже бағытымызды бұрып бастадық мұғалімдерді жетілдіруге. Өйткені мұғалім күшті болса, футболистер сияқты ғой. Мықты мұғалімдер бізде болса, бүкіл мектептер ашық айтатын болсақ, тәуелді болады да, бізде мұғалім сұрайды. Футболистер сияқты мұғалімдер береміз. Сол үшін мұғалімдер дамытуға біз уже көңіл бөліп жатырмыз. Мұғалімдер жұмысқа аламыз ғой. Собеседование жасаған кезде өте маңызды фактор маған мұғалімнің жетістігі, қабілеті емес, баламен жұмыс жасай алуы. Өйткені қарайсыз, мысалда, мұғалім өте керемет, тәжірибесі керемет, жасы 55-60-та, 40-50 жыл жұмыс істеген. Бірақ балалармен бір жақта сабақ беріп үйренген, түсіндіре алдың ба? Балалардың критикасын қабылдай алмайды, балалармен бір вайбта жүре алмайды. Сол үшін маған өте маңызды балалардың вайбын сезіну. Балаларға ыңғайласып кетті деген сөз емес, мұғалім балаға сіңісе алу маңызды. Ойын кез келген қарапайым нәрсені жеткізе алу маңызды. Және де мұғалім үшін маңызды, ең маңызды нәрсе бірінші не берем деген нәрсе маңызды. Бұл условия қойған мұғалімдер болады ғой. Мен өте күшті мұғаліммін, мынанша төле, сосын жұмыс істемейді ғой, мен онымен келіспеймін. Мен үнемі тек мұғалім емес, барлығына мен ұстаным, бірінші бер, жұмысыңды көрсет, сосын барып біз төлеуге дайынбыз. Оған дейін төлейсің ғой, бірақ ол кезде көбірек төлейсің. Неге? Адам өзін көрсеткен кезде. Сол үшін мұғалім бірінші беру маңызды. И одан кейінгі маңызды нәрсе, мұғалім 40 жылдық әңгімені айтып жүрмеу керек. Кезінде бір көрген видеосын, кезінде көрген бір оқыған кітабын біздің заманда деп мұғалім үнемі TikTok арқылы, Дорама арқылы, Instagram арқылы, білмеймін, мысалы паркте сабақ беру, кинотеатрда сабақ беру, слайд-шоумен, әртүрлі бағдарламаларды, әртүрлі қазіргі не просто тренд, қазіргі балалардың тілінде сабақты басқаша бере алу керек. Тек тақтамен борға жабыспау керек. Бұл өте маңызды. Өйткені мұғалім өзін дамытпаса, бұл өте апасы мұғалім ғой негізі. Ол құртады барлығы. Неге? Өйткені ешқандай критика қабылдамайды, барлық балалар езеді.
сол үшін бізге өте маңызды именно өздерін жетілдіретін мұғалім. Сондықтан біз айтамыз мұғалімдерге марафонға барыңдар, жүгіріңіздер, спортпен айналысыңыздар деп. Мұғалімдер кешкі 6-тан жұмыста жүрсе мен ренжимін. Білесіз ғой, мен жұмыста 6-тан кейін бәрін жұмыстан шығарамын, давай. Неге? Өйткені кешке жүрсе ол мұғалім мақта деген сөз емес. Жұмысын бітіре алмағандықтан жүр. Сол үшін күшті мұғалім, жеке өмірі бар мұғалім. Ол кім? Спортпен айналысады, кітап оқиды, бала-шаға көңіл бөледі, сенбі жексенбісін сапалы өткізіп, кешке таман жеке өмірі бар адам. Азаннан кешке дейін фанатик болып 125 деп айқайлаған патриоттар керек емес. Ол бүгін патриот болады, 5-6 жылдан кейін жанып кетеді. Өйткені патриотизм қатты жұмыс жақсы болып кетеді ғой. Жұмыс қатты сүйген кезде адам не істейді? Ожидание кетеді, күтуге кетеді. А күту адамды ренішке алып барады. И сол ренішке өтіп кетпес үшін адамдар, мен үнемі айтамын, жанып кетпеңіздер, жеке өмірлеріңізді дамытыңыздар деймін. Психологқа барыңдар, психотерапевтке барыңдар, YouTube канал ашыңыздар, тусовкаға барыңыздар, әртүрлі адамдармен араласыңыздар деп айтамын. Тек қана жүрмесе мен жүйесінің ішінде вакуумда ұстағым келмейді. Именно мұғалімнің 5-ші нәрсе жан жақты, миы ашық болу маңызды.